Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тапсырысқа жасап жүрген сүзбелі бәліш рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Бізге сүзбе қажет. Сүзбемізге жұмыртқа саламыз. Содан кейін қант, кез келген процентте қаймақ және крахмал салып араластырамыз. Салмамызды миксермен немесе блендермен араластырамыз. Енді қамырына бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаға қантты салып араластырамыз. Содан кейін үй температурасында тұрған сары майды саламыз. Он және қопсытқыш салып араластырамыз. Мен бұнда біраз миксермен араластырып, қолмен иледім. Қамырға артық ұн салмауға кеңес беремін, себебі қамырыңыз тығыз болып кетеді. Енді мен бисквит пісіретін формаға пісіремін. Сіздер кез келген формаға пісірсеңіздер болады. Осылай қамырымызды жайып шығамыз. Видеода көрсетілгенде шетін барлығын жасап шығыңыздар. Енді осы формамызға сүзбемізді құямыз. Бұл сүзбелі бәлішті 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.